Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін 5 минутта дайын болатын өте керемет таңғы ас жасаймыз. Ең алдымен осылай лаваштарымызды дәл видеодағыдай етіп, үшбұрыштап, пиццаны кескен секілді етіп кесіп аламыз. Барлық лаваштарымды кесіп дайындап алдым. Сырымды алдын ала ұзынша етіп турап алдым. Енді сырымыздың әрқайсысын бір-біреуден лавашымызға дәл видеодағыдай етіп орап шығыңыздар. Кішкентай бетін осылай үстіне шығарып орайсыздар. Мінекей осы қалыпта барлығын орап шықтым. Адам санына қарай көбейтіп, азайтып жасай берулеріңізге болады. Мен аз ғана жасадым. Мінекей барлығын осылай орап шықтым. Оралған лаваштарым дайын болды. Енді қызып тұрған майыма 2 жұмыртқа жарып, ыдысыма дайындап алдым. Соған лаваштарымызды аунатып, қызып тұрған майымызға салып, 2 беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минут көлемінде қызарып қуырылады. Көп уақыт талап етпейді. Мінекей осылай қызарып шығады. Барлығын осылай жұмыртқаға малып, қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Мінекей менің бөректерім дайын болды. Өте керемет болып шықты. Қытырлақ болды. Міне арасын ашып көрсетейін. Осылай сырымыз езіліп, әдемі болып тұрды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.